Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жыл мерейтой қарсаңында Абай шығармаларын оқу эстафетасын Іле аудандық кітапханасына қарасты Қарой ауылдық кітапханасынан зор қуанышпен қабыл алдым. Абай, желсіз түнде жарық ай. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қалың ағаш жапырағы сыбдырласып өзі көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Түс Абай Құнанбайұлының рухымен тілдесу. Жасымас жігерің от, намыс жалын, белгілі мыңмен жалғыз алысқаның, қарақылды қақ жарып қайран ата, ұрпаққа ұрымыла табыстаның. Жұртың үшін сен шыққан төбе құнды, ұлтың үшін көтердің беделіңді, жырға қуат жаныма азық етіп, санама серік қылдым өлеңіңді. Абай ата, сен менің келімсің, құлай қалсам қолтықтан сүйерімсің, айналған өмірімнің өзегіне әрбір қараң сөзіңді сүйеміншін. Осылай терең ойда жатқанымда, ойға қосып көзілдім қасқағымда, тілдестім мен өзіңнің рухыңменен, жол сілтеп жөн көрсеттің жастарыңға. Бүгін сен қара өлеңге қадам бастың, қарақылды қақ жарған ағалмассың, жүрегіңнің түбіне терең бойла, болмаса тым әріге бар. Қан сонарда бүркітші шығаданға, қан сонарда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшадамға. Салаң етіп жолықса қайтқан ізі, сағадан сымпың қағып іш шалғанда, бүркітші таубасында қағушойда, іздің бетін түзетіп аңдағанда. Томағасын тартқанда бір қырымнан, қыран құс көзі көріп самғағанда, төмен ұшсам түлкі өрлеп құтылар деп, қанды көз қайқаң қағып шықса аспанға. Көре тұра қалады қашқан түлкі, құтылмасын білген соң құр қашқанға, аузын ашып қоқақтап тісін қайрап, о да талас қылады шыбын жанға. Эстафета тізгінін Жетіген ауылдық кітапханасына жолдаймыз.